Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу 4-90 26 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөз деп аталады. Бұл сабақта сен сөздердің мағыналарын ажыратасың, каллиграфиялық талаптарға сай жазасың. Балалар, суретте кімді көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Батыр, ержүрек, қаһарман адамды көріп тұрмыз. Бұл жердегі балалар, батыр, ержүрек, қаһарман деген сөздер мағынасы жуық сөздер. Олардың жазылуы әртүрлі болғанмен, бір мағынаны білдіреді. Енді балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Мысалды түсініп оқы. Есік алдында бір түйір бидай мен жүгері таласты да қалды. Мен ірімін, деді бидай. Жоқ, мен, деді жүгері. Айтыс аяқталмай қалды. Әтеш келді де, екеуін де шоқып жеп кетті. Қарамен берілген сөзді басқа қандай сөзбен алмастырып айтуға болады? Екінші жаттығу. Көп нүктенің орнына сол сөзге мағынасы жуық сөзді тауып жаз. Бізге балалар зілдей, суық, сәлемдесу, әдемі деген сөздер берген. Осы сөздерге мағынасы жуық сөздерді тауып жазайық. Үшінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Сүт. Май алады сүттен, құрт алады сүттен. Сүт алады молырақ, малын баптап күткен. Өлеңді жаттап ал. Төртінші жаттығу. Қаймақ сөзіндегі әріптерді пайдаланып, сөздерді жаз. Жарайсыңдар балалар. Жұмыс дәптеріміздің 26 сабағындағы 2-ші, 3-ші, 4-ші жаттығуларды және шығармашылық тапсырманы мұқият дұрыс орындайық. Өзімізді балалар бас бармақ тәсілі арқылы бағалайық.